Түрмеде маған ешкім жақындай алмайтын, бірақ қателіктен сабақ алмайтын топастар да бар. Басында ешкіммен байланысқым келмеген, бірақ қалың сақалды бір ер адам аузына келгенін сөйлей берді. Мен оған баяу бұрылып, 5-ке дейін санайым дедім. 3-ке келгенімде өзі ұмтылып кетті. Бір ғана соққымен жерге құлаттым. Ол құлаған сәтте қалғандары жабыла кетті. Бірақ олардың ешқайсысы маған қарсылас бола алмайды. Үшеуін 3 жаққа шашып, төбелестің нүктесін қойдым. Сол күннен бастап түрмеде атым аңызға айналды. Енді ешкім маған қарсы шықпайтын болды. Бостандыққа шыққаннан кейін шағын пәтер жалдап, тыныш өмір сүргім келді. Бір күні кешке көшеге шыққанымда заңсыз төбелес өтіп жатыр екен. Жеңген адамға қомақты ақша беріледі екен. Бұл мені қызықтырмай қоймады. Сол сәтте бұл жерге бір ер адам келді. Аты Джеймс, жергілікті мафия басшыларының бірі. Оның қол астында алып денелі бір жігіт бар еді. Салмағы шамамен 200 килодан асады. Лақап аты Балғабек. Айтуларынша, ол бір қолымен бұқаны құлатқан. Жүргізуші оның қарсыласын шақырды. Бой бастала сала қарсыласы алғамтылып бірден жұдырықпен ұрды. Бірақ қолын сындырып алды. Аяқпен теуіп еді, ол да әсер етпеді. Сол кезде Балғабек қарсы шабуылға көшті. Артынша жойқын тепкі жасады. Ер адам жерге құлап, сол күйі орнынан тұрмады. Бірақ Балғабек тоқтамады. Үстіне мініп алып, жүргізуші айқайлап тоқтатқанша аяусыз соққылай берді. 10 000 долларынан айырылған жүргізуші ашуланып көлігіне келгенде, менің артқы орындықта отырғанымды көріп шошып, бірден қаруына ұмтылды. Мен оған Балғабекпен жекпе-жекке шыққым келетінін айттым. Ол күліп, Балғабек бейтаныс адамдармен төбелеспейді. Оның үстіне сайысқа қатысу үшін ақша төлеу керек, деді. Сол кезде мен қалтамнан ақша шығарып оған ұсындым.